Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біздің сіздермен өтетін тақырып бөлінгіштік белгілері, бөлінгіштік қасиеттері. Бір сандар кез келген беріледі. Сол санның 2-ге немесе 3-ге, 4-ге, 5-ге, 6-ға, 9-ға, 10-ға бөліне ме жоқ па білу үшін біз бір қасиеттер бар, соларды қарастырамыз қазір. Енді қараңыздар, мысалға кез келген бір сан берілсіне 120.450 деген сан берілді мысалға. Мына сан 2-ге бөліне ма деген кезде біз соңғы цифрына қарай саламыз. Яғни ол жұп сан болса, ол 2-ге бөлінеді. Демек, жұп деген сөз 0, 2, 4, 6, 8-ге аяқталу керек. Осы цифрға аяқталған барлық сандар бізде 2-ге бөлінеді. 3-ге бөліну қасиеті цифрлардың қосындысы 3-ге еселі сандар болу керек. Яғни 1-ді, 2-ні, 0-ді, 4-ді және 5-ді, 0-ді қосқан кезде бізде 12 деген сан шықты. Сол сан 3-ге бөлінсе, мына сан да 3-ге бөлінеді деген сөз. Получается, біз не істейміз? 3-тің қасиетін білу үшін цифрларды қосамыз, 3-ге бөліп көреміз. Келесі 4-тің қасиеті, ол 2 цифры 0-ге аяқталған сандар, немесе 4-ге еселі сандар бөлінеді. 2 цифры 4-ге еселі болу керек. Яғни, получается, бізде соңында тұратын 2 цифры 0 болса, саныршықта қазір 4-ге бөлінбейтін сан деп қарауға болады. Яғни, бірінші қасиеттен өтпей тұр. Екінші қасиеті бар, 4-ге бөлінетін сан болу керек. Яғни, 50 деген сан 4-ге бөлінетін сан емес, қалдық шығады ғой бізде, 2 қалдық. Енді бұл қандай деген сөз? 100, мысалы, x0 бар, 1200 деген сияқты сан, 1300 деген сияқты сан. Соңғы 2 бар сандар 4-ге бөлінеді. Және 1240 деген сан бөлінеді 4-ге, өткені 40 бөлінген үшін. Соңғы 2 цифр 4-ге бөлінсе болды. 2572 4-ге бөлінсе болды, сан 4-ге бөлінеді. Қанша таңбалы сан берілсе де, соңғы 2 цифрны қарай саламыз. Кеттік келесі 5-тің қасиеті 0-ге немесе 5-ге аяқталатын сандар. Берілген сан 0-ге аяқталса, ол 5-ге бөлінеді деген сөз. Яғни 5-ге аяқталса да 5-ге бөлінеді деген сөз. 6-тың қасиеті 2 мен 3-ге еселі сандар. Мысалға, 1240 деген сан 6-ға бөліне ма деген сұрақ болады. Яғни бұны 6-ға бөліп көруге де болады. Немесе бізде үлкен таңбалы сандар беріледі, оны бөліп отыруға уақыт кетеді. Сол үшін бұл 2-ге бөліне ма, 3-ге бөліне ма деп тексерем. 2-ге бөлінетін сан бекен. Яғни 2-дің қасиеті жұп сан дейді, соңғы жұп сан болған үшін 2-ге бөлінеді екен. 3-ге бөліне ма? Ол үшін цифр қосып көру керек. 1-ді, 2-ні, 4-ті, 0-ді. Бұдан бізде 7 деген сан шығады, 3-ге бөлінбейді. Мына сан 6-ға да бөлінбейді деген сөз. 6-ға бөлінетін бір санды алып көрейік. Мысалға, мына сан мысалға 6-ға бөлінеді. Неге? Өйткені бұл 2-ге бөлінеді, жұп сан болған үшін соңғысы. 3-ге де бөлінеді, өйткені цифр қосындысы 12 болды. 2-ге де 3-ге де бөлінген сан 6-ға да бөлінеді деген сөз. Түсінікті ғой? Яғни 2-ге 3-ге бөліне ма тексересіздер. 9-дың қасиеті тура 3 сияқты, цифрларды қосасыз, 9-ға бөліп көресіз. Мысалға, мына жердегі 1-ді, 2-ні, 0-ді, 4-ді, 5-ді, 0-ді қосқан кезде 12 шықты. Осы 12 деген сан 9-ға бөлінбейді. Сол үшін мынау сан да 9-ға бөлінбейді деп қарастырамыз. Мысалға, 1240 неше болсын? 1243 болсын ба? 1242 болсын. Мына сан 9-ға бөліне ма? Оны білу үшін 1-ді, 2-ні, 4-ді, 2-ні қосамын. Менде 9 деген сан шықты. 9-ның еселігі шықты ғой, онда 9-ға бөлінетін сан деген сияқты. 27, 54 деген сияқты 9-ның еселігі шықса болды. Оның қасиеті соңғы цифр 0-ге аяқталатын сан болу керек. Яғни берілген сан, мысалға бір сан берілді, соңғы цифры 0-ге аяқталу керек. Міне мысалға, мына жақта 0-ге аяқталды, мынау сан 10-ға бөлінеді. Келесі енді мысалдарды қарастырайық. Бірінші мысал, бізде айтады 72 84 n деген 5 таңбалы сан. 72840, 841, 842 деген сияқты сандар. 72840, 841, 842 деген сияқты сандар. Енді осыларды 3-ке қалдықсыз бөлінетіндей етіп, n-нің барлық мәндерінің қосындысы. 3-ке бөлінетін вариант қандай дейді? Біз айттық, 3-ке бөлінетін вариант ол цифрларды қосу. 7-ні, 2-ні, 8-ді, 4-ді және n-ді. n ерекше болғандықтан плюс n болып тұра береді. Мыналарды қосып алайық бізде. 7, 2, 8 және 4-ті қоссақ бізде 21 деген сан. 21-ге нешені қоссақ енді 3-ке бөлінеді деп іздейміз. Ол жерге қоюға болатын сандар. Яғни цифрлар деп айтамыз. Ол цифрлар 0, 1, 2 деп басталып 9-ға дейін деп өткенбіз алдыңғы сабақ.
содан 0-ден бастап тексереміз. 0-ді қойсам 21-ге қоссам 21 3-ке бөлінеді. 0 келеді. 1-ді қойсам 22 болады, 3-ке бөлінбейді. 2-ні қойсам 23 болады, 3-ке бөлінбейді. 3-ті қойсам 24 болады, 3-ке бөлінеді. Осылай тексере бересіздер. 4-ті қойсам 25, 5-ті қойсам 26, 6-ны қойсам бөлінеді. Тура осылай 9-ды қойсам да бөлінеді арға. 7 8 келмейді. Енді значит бізде n-нің қабылдайтын барлық мәні ол 0, 3, 6, 9 деген сандар. Жауап болса. Екінші мысал бізде 5, 2, m6 деген сан, яғни 5206, 5216, 5226 деген сияқты сандар. m-нің орнына қандай цифр қойған кезде 9-ға қалсыз бөлінеді дейді. 9-ның қасиеті бізде цифр қосу 9-ға бөлу. Яғни 5-ті, 2-ні, m-ді, 6-ны қосып 9-ға бөлу. Бұл жердегі сандарды қосып шығайық. Бұл бізде 8, 13-ті береді. Және m-ді қосқанда 9-ға бөліну керек. m-нің орнына мен 0-ді қойсам 13 шығады, бөлінбейді. 1-ді қойсам 14 шығады, бөлінбейді. 2-ні қойсам 15 шығады, бөлінбейді. 3-ті қойсам 16, бөлінбейді. 4-ті қойсам бөлінбейді. 5-ті қойсам 18 шығады, бөлінеді. Осылай тексерем. 6 қойғанда, 7 қойғанда, 8 қойғанда, 9 қойғанда да бөлінбейді. Өйткені 18-ден кейін 27 шығу үшін 14 қосу керек. Ал мен тек цифрларды қоя аламын да. Сол үшін m-нің орнына мен 5-ті ғана қоя аламын. Келесі үшінші тапсырма. Так, 8400K2 дейді. Яғни 8402, 8412, 8492 деген сияқты сандар. 4-ке бөлінетіндей дейді. 4-тің қасиеті қандай еді? 0-0-ге аяқталу керек. Или соңғы 2 цифр 4-ке бөліну керек. Мына 2 цифр 4-ке бөліну керек. Значит, ол 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 деген варианттар бар. Бұл жерде қайсысы 4-ке бөлінеді? 02 бөлінбейді, 12 бөлінеді, 22 бөлінбейді, 32 бөлінеді. 42 бөлінбейді, 52 бөлінеді, 62 бөлінбейді, 72 бөлінеді, 82 бөлінбейді, 92 4-ке бөлінеді, 23 шығар. Значит, жауаптар осылар. 4-ке бөлінетіндей. К-ның орнына 1-ді, 3-ті, 5-ті, 7-ні, 9-ды қойға болады. К-ның мәндері 1, 3, 5, 7, 9. Келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада бізде айтады 69541 денге. 540, 541 деген сияқты сандар. Қандай цифрларды қойғанда пайда болған сан 2-ке, 3-ке қалтқысыз бөлінеді. Так, 3-ке бөліну қасиетін қарап өтейін бірінші. 3-ке бөліну қасиетін қарап өтейік. Цифрларды қосу керек. 6-ны, 9-ды, 5-ті, 4-ті, x-ті қосам. Сандарды қосқан кезде цифрларды қанша болады? 15, 24 болады. 24 қосу x. Бұл 3-ке бөлінеді. 3-ке бөліну үшін x-тің орнына мен қоялам 0-ді, 3-ті, 6-ны, 9-ды. Сонда 24, 27, 30, 33 шығады 3-ке бөлінеді. 3-ке бөліну қасиетін тексердім. Енді 2-ке бөліну керек. 2-ке бөлінетіндей вариант бізде қасиет қандай? Соңғы цифры жұп болу керек. Мыналардың ішінде соңғы цифр жұп болатын мынау ғана. Мыналар келмейді. Демек жауабы бізде x-ің орнына қойға болатын тек қана 0. Сонда ол 2-ге де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді деген сөз. Келесі 5-ші тапсырма. Так, мынау 5 таңбалы сан. 60 048 0 480 деген сияқты сан. 61 481 деген сияқты сан. 62 482 деген сияқты сан. Осылай кете береді. Сол жерде А-ның орнына қандай санды қойсам дейді. Сан 12-ке бөлінеді дейді. Енді қараңыздар, 12-нің қасиетінде бізде 2 вариант бар. 2 мен 6, немесе 4 пен 3 деген. Біз именно осы вариантты қарастырамыз. Себебі 2 мен 6 деп алатын болсам, 6-ның ішінде 2-нің де қасиеті бар ғой. Сол үшін ол қарастырылмайды да, қайталанбау керек қасиеттер. 4-тің қасиеті мен 3-тің қасиеті екеуі екі түрлі болғандықтан осыны аламыз. Значит, берілген сан 4-ке де, 3-ке де бөліну керек. Бірінші 4-ке бөліну қасиетін тексерейін. Соңғы сан 2 сан 4-ке бөліну керек. Значит, менде мынандай варианттар келеді міне. А-ның орнына бүйтіп сызықпен қойып қоя салайын. Так, 80, 84, 88 деген сандарды мен бөле аламын 4-ке. Соңында 2 цифр қой 4-тің қасиеті. 80, 84, 88-ді бөле аламын. Басқа цифрларды қойға болмайды. Енді 3-тің қасиетін тексерем әрқайсысын. 60 480 деген сан болса, цифрларды қосқан кезде бізде 18 шығады, 3-ке бөлінеді. 4-тің қасиеті тек тексерілді.
үштің қасиетін тексердім. Сонда бізде 0 деген санды қабылдаймыз ғой. 0 деген санды қабылдаймыз. Яғни аның мәні 0-ге тең болды біріншісі. Енді келесісі 6, 4, 484 дейді. 4-ті қойып жатырмын. Бұл итаки 4-ке бөлініп тұр. Жаңағы тексеру бойынша. Енді 3-ке бөліне ма тексерем. Ол деген 6-ны 4-ті, 4-ті, 8-ді, 4-ті қосам. Қанша болады? 22, 26 болады. Бұл 3-ке бөлінбейді. 3-ке бөлінбейді екен. 4-ке бөлінеді, 3-ке бөлінбейді, значит 12-ке бөлінбейді болса. Келесі 8-ді қоям. 6, 8, 4, 8, 8. Бұл жақта 4-ке бөлініп тұрған сандар болған үшін 3-ті ғана тексерем. 6-ға 8-ге 14, сосын тағы да 4, 18, тағы 8, 26, 26-ға 8, 34. Тағы 3-ке бөлінбейді. 3-дің қасиетіне жатпайды. Онда бөлінбейді. Тек қана аның орнына 0-ді қоя аламыз. Так, келесі бізде тақырып. Мынандай тақырып бізде аға қалтқысыз бөлінетін бүтін сандардың формуласы дейді. А көбейту n арқылы өрнектелінеді. Мысалға 5-ке қалтқысыз бөлінетін сандар десе 5, 10, 15, 20, 25 деп кете береді. Значит, оның формуласы 5 көбейту n. Яғни n деген орнына 1-ді қойсам, бірінші сан шығады. n-нің орнына 2-ні қойсам, 10 шығады. Екінші сан шығады. 3-ті қойсам, үшінші сан шығады. Осылай жалғаса береді. Енді келесі аға қалдық бөлгенде k қалдық беретін бүтін сандардың формуласы дейді. Яғни қалдық деген үшін қалдықты осыған формулаға қосып жіберу керекпіз просто. Мысалға 5-ке бөлгенде 2 қалдық беретін десе 5n и 2 қосылады деген сөз. Осындай формуламен шығарамыз. Мысалға қараңыздар, 3-ке бөлгенде 1 қалдық береді. 3n плюс 1. Все, осы формулаға саласыңдар. n орнына бүтін сандарды қоямыз. Бүтін сан деген сөз алдыңғы сабақ бойынша бүтін сандарды қой дейді. Минус 0 және 1, 2, 3, 4 деген сияқты. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Тура солай кете береді. Келесі мысалдарын көрейік ал. 6-ға бөлгенде 5 қалдығын беретін натурал сандардың жалпы формуласы қандай? Значит, 6n, 6 көбейту n плюс 5 деген формула. Так, кеттік. Немесе бұны мынандай нәрсе бар. 6n минус 1 деп те алады. Яғни именно біріншісінен бастап жазу керек болса. Мысалға екеуін тексеріп көрейік. Маған 1-ді қойсам 11 шығады. 2-ні қойсам n орнына 17 шығады. 6 қосыла береді. 23 шығады, сосын 29 шығады, жалғаса береді. Мына жаққа 1-ді қойсам 5 шығады. 1-ді қойсам 2-ні қойсам 11 шығады. Ары қарай 17 шығады. 6 қосыла береді. 23, 29 деген. Яғни жалпы формуласы деген кезде мына формулада жарай береді. Бірақ сандар қатарын жаз десе, мына формуланы біз қолданамыз. Яғни осылай жасаймыз. Сандар қатарын жаз. Өйткені мына жақта 5 деген сан жазылмай қалған натурал сандарға жатады. Неге осылай болды? Мысалға мынаяққа қарастырайық. Мысалы 7-ге бөлгенде 2 қалдық беретін десе 7n плюс 2. Немесе 7n минус 5 дейсіңдер. Яғни 2 қалдық болу үшін сол екеуін алып тастап жазасыңдар минус 5 деп. Яғни басқаша айтқанда 2 мен 5-дің қосындысы 7 болу керек қой. Мысалға 7-ге бөлгенде 3 қалдық беретін дейді. 7n плюс 3. Немесе 7n минус 4 дейсіңдер. Екеуін қосқанда 7 болатындай. Біреу плюс, біреу минус. Сандар қатарын жаз десе мына формула. Формуланы жаз десе екеуін де жазуға болады. Кеттік келесі. 4-ке еселі. 5-ке бөлгенде 3 қалдығын беретін натурал сандардың жалпы формуласы. Так, 4-ке бөлінеді. 4-ке бөлінетін сан. 4n деп ала салайыншы. 4-ке бөлінетін сан. Бірақ 5-ке бөлгенде 3 қалдық беретін дейді. Значит, 4-ке де бөлінеді, 5-ке де бөлгенде деп жатыр. Значит, 4-ке де 5-ке де бөлінетін сан. Ол бізде көбейте саламыз. 20n деген формула болады. 4-ке де 5-ке де бөлінетін сан десе, 4 пен 5-тің несі табылатын еді? 2 ойысы табылады ғой. Сол 2 ойы бізде 20 деген сан. Яғни алдағы тақырыптарда өтіледі бұл. 20 деген сан. 20n. Яғни 1-ді қойсам, бірінші 20. 2-ні қойсам, одан кейін бөлінетін сан екеуіне 40 деген сияқты. Енді 3 қалдығын беретін дегенге көбісі плюс 3 дейді, кетіп қала береді. Неге қате болады? Себебі қараңыздар, плюс 3. Мысалға n-ге 1-ді қойын, 23 деген сан шығады. Ол 4-ке еселі сан емес қой. Бірақ 5-ке бөлгенде 3 қалдық береді дегенге келеді. 4-ке де еселі сан болып шығу керек. Значит, 3 деген плюс 3 деген бізде қате. Енді қандай санды қосамыз онда? Қосуда проблема болып тұр бізде. Мысалға 4-ті қоссам,
4-ті қоссам, 3 қалдық беретін деген кезде 4-ті қоссам 4 қалдық беретін болып қалады, ол 25-ке бөлгенде. Ол да қате болып кетеді. Значит, 5 3-ті, сосын 5-ке бөлгенде дегенде тағы 5-ті қосасыз, яғни 8 болады. Яғни формула бізде 20n плюс 8 деген формула болады. Енді тексерейік. 20n плюс 8, n-ге 1-ді қойсам, 28 шығады, 4-ке еселі. И 28 деген санды 5-ке бөлгенде 3 қалдық береді. Значит, осыған да келеді деген сөз. 2-ні қойын, 48 шығады. 48 4-ке еселі, еще 5-ке бөлгенде 45 бөлінеді да 3 қалдық береді. Бұған да келеді. Значит, формуласы осы деген сөз. Кішкене қиындау, шамалы формуланы келтіру керек. Бұл жерлерде шамалы ойлану керек. Тест варианттарында берілсе, формулалардың каждыйына қою арқылы тексере салуға болады. 3 кеттік. 30m, 24n және 11-ді қосқанда 6-ға бөлгендегі қалдық табыңыз дейді. Бәрін 6-ға бөлгенде қалдық қанша болады? 30m плюс 24n плюс 11 деген санды 6-ға бөлгенде қалдық қанша? Бұны бұлай жазуға болады. 30m бөлу 6, 24n бөлу 6, 11 бөлу 6. Мыналар қысқарады. Қысқарады, бөлінетін сан итаки. Мынау бізде проблема болып тұрған. Мына жерде бөлген кезде неше шығады? 1/6-тан 5, яғни қалдық 5 деген сөз. Мынау бөлінеді деп 11-ді алып қалсаңдар болады. 11-ді 6-ға бөлеміз. 1 шығады, қалдығы 5-ке тең деп, қалдық 5 деп жауап береміз. Келесі. Так, бізде жай көбештіктерге жіктеу 2 қалды. Сонымен аяқталады екен. Келесі сабаққа қалдырайық, онда осымен тоқтаймыз онда.